Efirde Dağıstan Radyosu. Әлі Ноғай тіліндегі сөйлесулерді бастаймыз. Onu uyğunlaşı, yürütüşü jurnalist Anvarбек Култаев, rejissörü Aida Gasanova. Soңғы xabarlarda beremiz. İtartasqa Dağıstan Respublikasının bası Ramazan Abdulатипов bildirет аңын кепте Махачкала қаласының мерінің борышын толтырушы болып Магомед Сулейманов беркетілген. Сосы дәрежеде оның алдында отставкаға берген Муртазали Рабадановты ауыстырған. Юма күн біз Махачкала қаласының жетекшісін ауыстырдық деген Абдулатипов. Магомед Валибагат ұлы Сулеймановты мен шақырдым, сосы құллыққа ебердім. Оға bizim сеніміміз икон сұлыплы құллықшы болып саналады. Магомед Сулейманов Дағыстанның борышлы медицина страхованиесінің территориялық фондының директоры. 1997 жылдан алып 2007 жылға дейін Избербаш қаласының администрация басы, Избербаш муниципалдық түзілісінің басы, Дағыстан Республикасының 2-ші, 4-ші, 5-ші шақыруларының халық үйінің депутаты. 2007 жылдан алып апрель айынан 2010 жылдың март айына дейін Дағыстанның халық үйінің депутаты. 2010 жыл март айында борышлы медицина страхование фондының директоры болып беркетілген. Ол 1959 жыл 28 апрель күнінде республикамыздың Избербаш қаласында туған. Муртазали Рабаданов Дағыстанның университетінің ректоры. 2010 жылдың 13 июнь күнінде Махачкала мерінің борышын толтырушы болып беркетілген. Дағыстан Республикасының ауыл хозяйство эм сауда министерствосынан білдірет анкетте март айының соңында ауа әллері суық болып кеткеннен себеп республиканың 12 районында 6000 гектар майдандан артық жерде ауыл хозяйство культураларының зарарлығы келтірілген, өлім де жіберілген. Сонымен байланыслы аяқ үстіне салу құлдықтары басланған, әлгі вақыт yürütülüp тұрады. Өткен жұма соңғы күн республикадың малшыларының иіні болып өтті. Ол Гергебил районының Дарада, Мурада, Заосының базасында өткөрілген екен. Соңғы 10 жылдың ішінде бұл юнуслы қойлар өстірушілерінің республикалық выставкасы еді. Онда Дағыстан ерінен басқа болып, Ставрополь крайынан да маллар болғандар. Саулайы республикадың 7 районынан 36 яныслы қойлар өстіре таған хозяйстволар ортақшылық еткендер. Специалисттер выставкадағы малларға жоғары бағаларын берген болып көрінеді. Россия Федерациясының ауыл ерлесулерінің депутатларының съезінде Россия Федерациясының правительство председателі Дмитрий Медведев ортақшылық еткен онда шығып сөйлеген. Ол съезд Волгоград қаласында болған, оның күн кезегінде денсаулық, білімлендіру, агропромышленный комплекс сұраулары ортаға салынып қаралғандар, ой тоқтасылар етілгендер. Дмитрий Медведев өзінің сөзінде Бірлік Россия эгидасының астында партия етекшісі есапта ауыл ерінде социалдық политикасына айырым мәні бермеге керегін шақыру еткен. Ондан басқалай болып, ерлі етекшілерді айырым еплеушілердің әлілерін болған шақты игілендірмеге де өзінің тапшыруын да берген. Біз соңғы хабарларды бердік.